Өскемен қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің педагогикалық құрамы оқушылар және ата-аналар бірлесе Абай жолы эпопеясының ізімен дайындаған театрландырылған музыкалық кеш оқырманның ойындағы бейнелерді тірілтіп, бір сәт сол заманның куәгеріне айналдырды. Абайдың дүние есігін ашқан сәтінен бастап бозбалалық, жасөспірім, жігіттік, ел ағасы атануына дейін өмірінің әр кезеңін ұстаздар мен оқушылар шебер сомдап, кәсіби театр актерінен кем емес деңгейде ойнап шықты. Соңғы қойылымда сахна ортасына Абай жолы кітабының ірі көлемді нұсқасы қойылды. Ортаға Абай атамыз шығып, сәлем деңдер сол болашаққа, қазақ елін сендерге аманат етемін деген, көрермендерге терең ой салар сөздермен қоштасып, қол бұлғап, кітаптың ішіне еніп кетеді. Қойнауы тарих пен тағылымға толы сол кітап бүгінгі күнде ұрпаққа жетіп отыр десек қалт айтпағанымыз.